Бірде қалың орманда аңдардың патшасы арыстан үлкен бәйге жариялапты. Ол бір қазан су қайнаттырып аңдарға былай депті: Осы қайнап тұрған суды кім ішіп қойса, соған көп сыйлық беремін. Ой, бұл мүмкін емес қой. Көп сыйлықтан дәмеленген аңдар бірінен соң бірі келіп көріпті. Бірақ қанша өжет болса да қайнап тұрған суды ешқайсысы ішуге батпапты. Бірі жақындап барып тоқтайды, бірі қорқып кейін шегінеді. Қазаннан шыққан бу бәрін де шошытқан екен. Сол кезде ойнақтай басып кішкентай қоян келіпті. Ол еш қорықпастан алға шыққан екен. Мен суды ыстықта ішкенді жақсы көремін. Қоян не істемек? Аңдар аң-таң болып қоянға таңырқай қараған. Барлығы оның не істейтінін көргісі келіпті. Қоян қазанды көтеріп алып аңдардың қасына барыпты. Міне, достарым, мынау ыстық су. Көріп алыңыздар, сенбестік танытып жүрмеңдер. Қоян қазанды аңдардың бәріне көрсетем дегенше, уақыт өтіп қазандағы су суып қалыпты. Ал тапқыр қоян суып қалған суды басына бір-ақ көтеріп сіміріп салыпты. Аңдар ауыздарын ашып таңдана қарап қалыпты. Ал арыстан қоянның тапқырлығына риза болыпты. Ол қоянға көп сыйлық беріп, міне нағыз ер деп мақтапты. Сөйтіп тапқыр қоян айласының арқасында көп сыйлыққа ие болыпты. Ақыл мен тапқырлық күштен де мықты екен.